Осыдан 4 жыл бұрын биліктегі қызметкерлерге бюджеттен қымбат көлік пен жиһаз сатып алуға 3 жылға тыйым салынған еді. Есіңізде шығар. 3 жыл тез-ақ өте шықты. Биліктегілер жеке кабинетін сәндеуге қайта кірісті. Осындай кезекті тендер туралы қазір талдап айтып берем. Арнаға жазылып, бейнеге лайк басып, өз ойыңды пікірге жаза сал. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Теміртау әкімдігі басшысына 5 миллион 300 мың теңгеге жиһаз сатып алмақ. Тендердің жеңімпазы ретінде Нұрсила мүгедектер қоғамы таңдалған. Қандай жиһаздар деген ой туындайтын шығар. Қазір тарқатып айтайын. Қараңыз, техникалық сипаттамаға сәйкес әкімдік аппараты басшыға арналған 10 түрлі жиһаз сатып алуды жоспарлап отыр. Олардың қатарында кең әрі функционалды жұмыс үстелі бар. Бұл үстел былғарымен қапталған, ыңғайлы және қосымша төменгі панельмен жабдықталады. Үстелдің ұзындығы 1,8 метр, ені 1 метр. Сонымен қатар оған құлыпы бар 3 тартпа жасалуы тиіс. Бар болғаны осы ма деген сұрақ туындайды. Әрине жоқ. Қараңыз, одан бөлек әкімдікке тағы 4 бұрышты қосымша үстел, 3 тартпасы бар жылжымалы тумба, доғал сервистік тумба, сондай хроммен әрленген сөресі бар келіссөз үстеліне арналған тағы бір тумба қажет болған. Жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкер үшін шкаф жиынтығы да тапсырыс берілген. Бас киімге арналған сөресі мен жылжымалы ілгіші бар гардероб шкафы да сатып алынбақ. Ал жоғары жағы ашық және жабық сөйлерден тұратын үлкен грамот шкаф да алынады. Сонымен қатар басшыға 3 метр ұзындықта, ені 1,5 метрге жуық келіссөз үстелі қажет болған. Барлық жиһаз жоғары сапалы, бірыңғай стилде жасалуы тиіс. Дизайн, түс эскизде тапсырыс берушімен жеке келісіледі. Жеткізуші жиһазды 15 күн ішінде жеткізіп орнатуға міндетті. Негізі біздің басшылар ерекше және қымбат жиһаздар сатып алуға құмар. Мұндай тендерлар 2016 жылдан бері ойнатылып келеді. Мысалы, 2016 жылы журналистер Ақтөбе облысы әкімдігінен шыққан бір тендерді анықтады. Онда бұзау терісінен жасалған жиегіл, жез, шегелермен сәнделген жоғары сапалы басшы креслосын сатып алу көзделген. Бұл креслоның бетінде алтын жалатылған жезден жасалған ою болу керек еді. Осындай бір креслоның құны 630 мың теңге болатын. Сонымен қатар келушілерге арналған 2 креслоға 560 мың теңге жұмсау жоспарланған. Осыдан соң 3 жылдан кейін бақта Астана әкімдігінің 2 жиһаз гарнитурын сатып алуға арналған тендер туралы ақпарат пайда болды. Бұл жиһаздың беті шегірен былғарысы түрінде өрнектеліп, түсі қара милан жаңғағы болу керек еді. Мұнда жиһаздың құны 3 миллион теңге болса, оған қосымша басшы кресло үшін 840 мың теңге бөлінген. Алайда бұл сатып алым қоғамның назарына түскен соң тендер тоқтатылды. Басында айтқанымда 2020 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев шенеуніктерге қымбат көлік пен жиһаз сатып алуға 3 жылдық мораторий жариялады. Бұл бюджеттің шығындарын қысқарту үшін жасалған еді. Алайда тыйым салу кезінде де мемлекеттік органдар жиһаз сатып алуды жалғастырды. Толығырақ білгің келсе, қазір төменге сілтеме қалдырып, сайтқа кіріп, танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқыңыз.